Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сәрсенбінің сәтінде YouTube жобасының кезекті шығарылымын назарларыңызға ұсынамыз. Біз бүгін Саран қаласының полиция бөліміндеміз. Қайырлы күн, Заур мырза. Әуелі көрермендерге өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен Абдуллаев Заур Харадинұлы, Саран қаласының уақытша ұстау изоляторының бастығының орынбасары болып қызмет етемін. Ұлтым түрік. Жақсы, Заур мырза, қазақша қалай үйрендіңіз, содан бастасақ? Қазақ тілін университетте оқығанда достарым қазақ жігіттері болған. Мен өзім орысша оқыдым. Мектепте орысша бітірдім, университетте орысша бітірдім, бірақ достарым қазақ жігіттері болған. Соларға айттым, мен қалай болса да қызмет етем, үкіметте де. Енді маған үйрену керек қазақ тіліне, сол үшін солармен сөйлесіп, олар менен орыс тілін үйренді, мен солардан қазақ тілін үйрендім. Солай үйреніп кеттік. Үйде әке-шешем жақсы біледі қазақ тілін. Менің бабам 25 жыл қазақ түрік лицейінің директоры болып істеді, марқұм сол. Ал қазақ тілін үйренуде қандай қиындықтар болды? Қиындықтар енді біраз грамматикасында қиындар бар. Үйренеміз. Енді бұлай сөйлесуге білеміз қалай, грамматикасында біраз не бар. Ал қандай артықшылықтар болды қазақ тілін білудің? Енді қазақ тілінде біз қалай айтайын, бізге әртүрлі адамдар, азаматтар келеді, біреу біледі қазақша, біреу білмейді, біреу орысша біледі, біреу білмейді. Сол үшін бізге керек, қазақшада арыз аламыз, сосын түсініктерін аламыз. Ол жұмыста көп керек нәрсе. Қазақ тілі, тем более ол біздің өз тіліміз ғой, мемлекеттік тіл. Соны бізге біреу керек. Ал енді қызметіңіз туралы айтып өтсеңіз, бұл саланы таңдауға не себеп болды? Енді қалай, біз 3 ұлмыз семьяда. Үлкен ағам бизнесте, мен ортаншы. Кішкентай ағам врач болып істейді, ол осы жерде 5 жыл істеді. Қазір Түркияға барып, сол жерде Стамбулда істейді, врач болып. Маған енді үкіметке жұмыс істеу керек. Қалай болса да, папам айтты ғой, бізге, біз мына жерде туылдық, жерге мына жерде бастық, сол үшін 3 ұлының біреусі қызмет етеді біздің халыққа. Сол ноша маған келді, орысша айтқанша да. Енді сол үшін істейміз, жұмыс істейміз, қызмет етеміз халыққа, полиция болып. Мысалы, жұмысыңызда қандай қиындықтар болады? Жалпы жұмысыңыз туралы айтып өтсеңіз. Жұмыс туралы мен енді уақытша ұстау изоляторының бастығы болып істеймін. Бізде әртүрлі адамдар отырады. Қиындықтар болады енді, нормально, көп нәрсе жоқ. Жұмыс істеуге болады. Ал қандай хоббиіңіз бар? Бос уақытыңызды қалай өткізесіз? Бос уақыт енді спортзалға барамыз, футбол ойнаймыз, сосын кітап оқимыз, заңдарды оқимыз. Енді көбісі жұмыста өтеді. Хобби айтсақ, хоббиға көп уақыт болмайды, жұмыстамыз. Кітап оқимын дедіңіз, жалпы қызметіңізге байланысты кітапхана оқисыз ба, әлде әдеби кітаптар оқисыз ба? Әдебиетті оқимыз, сосын біздің заңдарды оқимыз да, көп нәрсе шығады ғой, жаңа шығады, сол үшін соларды оқып білу үшін. Жақсы, ал енді отбасыңыз туралы айтып берсеңіз. Отбасы 4 балам бар, 3 қыз, 1 ұлым бар, Аллаға шүкір. Үлкен қызым университетте оқиды, Қостанайда, психология факультетінде. Бұрын мен үлкен қызым республикада 2-ші орын алды қазақ тілінен. 2022-де болды. Орта қызым неде оқиды, колледжда английский языкта, шетел тілінен оқиды. Қалғандары үйде, әлі кішкентай. Ал балаларыңыз болашақта сіздің мамандығыңызды жалғастырамын десе қарсы болмайсыз ба? Жоқ, қарсы болмаймын. Жақсы, қай елдерде болып көріңіз, немесе қай елдерге барып көріңіз келеді? Көріңіз келе ма? Араб неде болған жоқпын. Россияда болдым, Түркияда бәрі нелерде болдым. Енді Америка сол жерге, иншалла, пенсияға шыққанда енді
Қазақстан өзі көпұлтты мемлекет қой, сол туралы не айта аласыз? Біздің Қазақстанда көп халық тұр, соларға тату тәтті тұру керек. Қазақстанда бәріміз біздің мемлекетті көтеру керек. Бәріміз бірге болсақ, бәрі жақсы болады. Жақсы, Зауыр мырза, әңгімеміздің соңында көрермендерге өз тілегіңізді білдірсеңіз. Көрермендерге бәріне мықты денсаулық, аспаныңыз ашық болсын, Қазақстанымызда тыныштық болсын, халқымызға сабыр və бәрекет берсін. Сау olun. Құрметті көрермен, Сәрсенбінің сәтінде YouTube жобасының бүгінгі шығарылымы осымен аяқталды. Келесі сәрсенбіде кездескенше.